Саламатсыздар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы ғарышкермен сұхбат. Оқу мақсаты шығармашылық жұмыс жасаймын. Түрлі дерек сөздерден қажетті ақпаратты тауып үйренемін. Қазір балалар оқулықтан ғарыштық өмір мәтінін түсініп оқимыз. Бұл мәтінде ғарышкер Талғат Мұсабаев туралы айтылған. Мәтінді оқыған кезде Сталинград деген сөз кездесті. Сталинград дегеніміз Ресейдің қаласы, қазір Волгоград деп аталады. Тәнті болу, риза болу, көңілі толу. Әріптес, бірге жұмыс істейтін мамандығы бір адамды айтады. Енді балалар Талғат Мұсабаевқа қандай сұрақтар қояр едіңіздер? Балалар, ғарышкер Талғат пен Тоқтардың балалық шақтағы армандарын салыстырып айтайық. Талғат Мұсабаевтың ерлігін сипаттайтын үзіндіні тауып оқимыз. Ғарышкер Талғаттың ұшу кезіндегі бақытты сәтін тауып оқиық. Сабақ барысындағы сұрақтар тақтасына тағы қандай сұрақ қосар едіңіздер? Енді балалар сабақты қорытындылау. Мәтіннің ерекше әсер еткен бөлігін оқып беріп, ойыңды түсіндіру. Білемін, бәрін білгім келеді, үйренгім кестесін толтырасыздар. Үйге тапсырма ғарыштық өмір мәтінін түсініп оқып келесіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.